Поле опустело. На небе редкие облака. Ничто не нарушает тишины раннего утра. Взрыв! Бүгін біз еліміз үшін айтулы оқиғаны атап өткелі отырмыз. Осыдан 20 жыл бұрын әлемдегі ең ірі Семей полигонында соңғы рет ядролық сынақ жасалған еді. Мың 1991 жылы 29 тамызда ядролық полигонды жабу туралы жарлыққа қол қою арқылы Нұрсұлтан Назарбаев өз халқының болашағы үшін тәуекелге барды. Бұл тағдыр шешті оқиға оны ядролық державаларға үлгі етіп, ядролық қаруды таратпаудың көшбасшысы ретінде орнатты. 1949 жылы алғашқы бомба жарылған жылдары Семей өңірі ең көп зардап шекті. Араға жылдар салып, яғни тәуелсіз алған шақта бұл мәселенің нүктесі қойылды. Семейде ядролық сынақтың соңғы жарылысы болғанына 30 жылдан астам уақыт өтті. Невада Семей халықаралық антиядролық қозғалысы да сол кезеңдерде құрылған. Полигон бұл халқымыздың қайғы қасіреті. 40 жылдан астам уақыт бойы Ертіс өңірін азаптаған апат. Біздің жеріміздің аумағы ядролық сынақтарға арналған орын ретінде таңдап алынған. Семей ядролық полигоны Курчатов қаласынан 50 шақырым қашықтықта орналасқан, ал Семейден 130 шақырым. Ол бірден 3 аудандағы территорияларды басып алды. Қарағанды мен Павлодарда да болғанын еске саламыз. Бұл тәжірибелік алаң полигон ішінде орналасқан. Полигонның орталық бөлігінде кейінірек жаруға арналған платформалар да болды. Шығыста Балапан алаңында, батысында Сарыөзен учаскесінде, оңтүстігінде Дегелең орналасқан. Когда население Восточно-Казахстанской области, Шығыс Қазақстан облысы, Павлодар, Семей, Қарағанды облыстары, яғни Семей сынақ полигонына жанасқан аймақ тұрғындары ядролық сынақты сезінді. Әрбір жарылыста үйлер дірілдеп, шамдар теңселіп, ыдыстар құлады. Бұл көрініс ұзаққа созылмады. Халыққа психологиялық және материалдық зиян келтірілді. Әр жарылыстан кейін халықтың наразылық танытуы белсенді көріне бастады. Семей ядролық полигонындағы сынақтардың жалпы саны 456 ядролық және термоядролық жарылысты құрады. Олардың 116-сы ашық болды, яғни жер бетіндегі немесе әуе кеңістігінде жасалды. Семей полигонында әуеде және жер бетінде сынақтан өткізілген ядролық зарядтардың жалпы қуаты 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 есе көп болды. без поддержки президента, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауынсыз біз осы дәуірлік жеңіске қалай қол жеткізер едік? Қозғалыстың алғашқы күнінен бастап елбасымыз қолдау танытты. Ол сол кезде министрлік кеңесінің төрағасы болған. Президент бола салысымен ең әуелі Семей ядролық полигонын жабуға белсене атсалысты. Оның қолдауы бізге әрқашан болашаққа деген сенімділік күшін берді. Ядролық қаруға қарсы қозғалыс құрылған сәтте елбасы мен бүкіл қазақ халқының алдында Семей полигонын жабу, әлемнің барлық 5 полигонда ядролық сынақтарды тоқтату және оларды одан әрі болдырмау сияқты маңызды міндеттер тұрды. Нұрсұлтан Назарбаевтың Семей полигонын жабудағы саяси ерік-жігеріне баға жетпес. Ядролық қарудан бас тарту бүкіл адамзатқа ортақ дем алуға септігін тигізді.